Бір адам құдыққа түсіп кетеді. Адамдар жабылып жүріп, оны құдықтан әрең шығарып алады. Зәресі ұшып, қатты қорқып қалған бейшара сөйлеуге мұршасы келмей қалшылдап, «Құдыққа түсіп кеттім» дей береді. Қасындағы бір адам оған ентігін бассын деп бір кесе сүт әкеліп береді. Ол сүтті ішіп алып, адамдарға құдыққа қалай түсіп кеткенін әңгімелей бастайды. Қалай құлағанын көрсетейін деп құдықтың шетіне келе бергенде аяғы тайып кетіп, қайтадан құдыққа құлап кетіп мерт болады. Адамдар болған жайтты бір ғалымға айтып бергенде, ол: бірінші құлағанда оның дүниеде бір кесе несібесі қалып қойған екен ғой. Соны ішкеннен кейін ризық несібесі тамамдалып, қайта құдыққа түсіп қаза болды, деп түсіндіріпті. Қуған жетпес, бұйырған кетпес деген осы.